10 күн бекітілген сүннет. Осылай ниет қылады, бекітілген сүннетке, этикафқа ниет қылғаннан кейін, егер де бір күн мысалы сыртқа шығып үзірсіз шығып кетсе, үзірсіз деген не? Ешбір қажеттіліксіз да. Енді өзінің қажеттілігінен себепсіз мешіттен шығып кететін болса, оны бір күнін бұзып қоятын болса, оның қазасын өтеу керек болады. Яғни Рамазанның мысалы 10 күн тұрды, 10 күн мысалы бір күн бұзып қоятын болса, қалған бағанды этикаф бұзылмайды, тек қана бір күн бұзылады. Мысалы 5 күн тұрды, 6-шы күні бұзып қоятын болса, онда бір күн қазасын өтейді. Ал 5 күн бағанды этикаф не дұрыс бола береді. Енді 10 күн арасын бұзбай тұру, ол бекітілген сүннет. Біздің ханафи мазхабымызда мысалы нәфіл намаз болсын, нәфіл ораза болсын, оны бұзып қоятын болсақ, оны қайтып өтеу уәжіп болады. Енді кімде-кім 10 күн этикафқа ниет қылатын болса, соның бір күнін бұзып қоятын болса, оны бір күн қазасын өтейді. Ал қалған күндері қабыл болады әлбетте. Түсінесіз ба? Кейін Рамазаннан кейін бір күн өтеу керек болады. Яғни уәжіп болады өтеу. Сүннет еді ғой. Бұзып қойды, оның қазасын өтеу не болады енді? Уәжіп болады. Кейін Рамазаннан кейін арнайы сол ауызды бекітіп, сол жерде мешітте бір күн қазасын өтейді. Енді бір күн бұзып қойып қайт келсе болады мешітке, этикафқа ниет қылсақ болады. Түсінесіз ба? Бірақ та ол не? Сүннет бекітілген сүннет болып саналмай қалады да. Өйткені бекітілген сүннет 10 күн, түсінесіз ба, мешітте болу керек.